Сәлем достар, бүгін сіздерменен қуырылған тұшпара, яғни жареные пельменидің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептпен жасап көріңіздер міндетті түрде. Ортасы осындай жұмсақ болып шығады, өте жұмсақ, ал шеттері қытырлақ болады, яғни хрустящий болады. Менің арнама егер жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда жаңа рецепттер келіп тұратын болады. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге су қажет болады. Содан кейін сүт, сары май қажет болады бөлме температурасында. 2 жұмыртқа, тұз қосамыз. Және ең соңында ұн мен содамызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне достар, қамырымыз дайын. Ол осындай жұмсақ болып шығуы керек, қолға жабыспайтын. Енді бетін жауып, 20 минут 30 минутқа қалдырамыз. Ішіндегі салмасына картоптарымызды жуып, турап, қайнатып аламыз. Енді піскен картопымызға жұмсақ болып шығу үшін кішкене осындай сүт қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Барлық құрамын мен астына жазып кететін боламын описание бөліміне, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді осының барлығын жақсылап езіп, пюре сияқты етіп жасап аламыз. Енді бағанағы қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қатты қалың да болмау қажет, және қатты жұқа да болмау керек. Орташа етіп жаямыз. Және де оны кәдімгі пельменге, яғни тұшпараға жасаған сияқты дәл солай етіп кесіп дайындап аламыз. Енді тұшпарамыздың салмасын салып, бүгіп шығамыз. Қыздар, осы құрамын жазып қоямын. Сол жердегі құрамымен ол шамамен 2 килограммдай болып шығады екен. Мен жасаған кезде өте көп сияқты өзіме көрінді, бірақ шынымды айтсам, бір күнде ақ сол таусылып кетті. Сондықтан да міндетті түрде жасаңыздар, үйдегілерді қуантыңыздар. Енді шәуліге осындай көптеу қылып салып алдым да, қызып тұрған майға кәдімгідей бауырсақ қуырғандай қуырып аламыз. Міне біздің тұшпарамыз дайын. Ортасы бағана айтқандай өте жұмсақ болып шығады. Шеттері көтерлек болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз. Ас болсын.